Жағы батыстан, батыс өзі құлап жатыр бұл нәрсемен, бітіп жатыр. Бітіп жатыр, қиын болып жатыр о жақ. Құр өнімдерін бір дамыған деген дамыған түк жоқ. Олардың дамыған нәрсесінен бізге ол ешнәрсе керек жоқ асылында. Рухани тұрғыдан Мұхаммед пайғамбардың үмбеті ғана соңғыша осы ғана өнеге болады күллі адамзатқа. Басқа ешбір жерде рухани тұрғыдан сізге бір жақсылық үйретіп беретін шығысыңда, батысыңда да ештеңе жоқ. Құран осы үшін түсіп отыр, сақтау үшін да. Міне бүкіл ауыл кіріп кеткен, өзіңіз ойлаңыз. Екінші нәрсе бұл жерде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ман кана юъмину биллахи вал яумил ахири мин зукури уммати фала ядхулул хаммама илля бимизарин." Аллаға және ақырет күніне иман келтірген ер болса дейді менің үмбетімнен, ешқашан іштік киімсіз моншаға кірмесін дейді. Іштік киім дегенде ол мына кіндіктен бастап ана тобыққа дейін тұратын іштік киімді айтып отыр пайғамбарымыз. Олардың заманында біздікінде еш киімдер болған емес. Іштік киім деген тобыққа дейін болады. Сол киіммен ғана кірсін дейді еркектер, егерде көпшілік моншасына кіретін болса. Ал ондай нәрсе бар ма қазір? Кеңес үкіметінен бері қандай моншалар жасап келе жатыр? Міне, ол деген сөз кәдімгі нәрсе ғой, шақыру ғой.